Менің уже неше видеоларымнан адамдардың қанша сәтсіз сәттерін көрдік, ондай кез бәрімізде болып тұратынын білдік. Бірақ жануарларда да неудачный күндер болатынын білесіздер ма? Даже біздікінен де бетер. Жеуге болмайтынды жеп қояды, істеуге болмайтынды істеп қояды дегендей. Сәлемсіздер, мен Диана Кю. Жануарлар жайлы алғашқы осы ролигім сіздерге қатты ұнап еді. Давайте ары қарай жалғастырайық онда. Араларыңызда үйінде иті немесе мышығы барлар біледі. Олар ойыншық сияқты заттарды қатты жақсы көреді. Сол ойыншығын жоғалтып или бүлдіріп қойса, көңіл күйлері түсіп кетеді. Мына козел, яғни ешкі, мына батутта секіргенді қатты жақсы көреді екен. Секіре беріп, в общем, бұзып қойған ғой. Енді ол мына фотода жылайын деп тұр. Ешкінің егесі осы суретті интернетке салмай ма? Барлығының түй деп жандары ашып, сөйтсе ешкіге жаңа мини батуттан бөлек даже сырғанайтын горка алып берген екен. Бөля деймді, все-таки бұл Америка ғой. Ол жақта адамдар әжептәуір жанашыр. Бізде козелға батут әпермек түгілі балалардың өзіне әпере бермейді ғой, дұрыс па? Не істейміз, Америкаға барып ешкі боламыз ба? Әзіл ғой, шутка деп ойлап қалмаңыздар. Бұл Stormy атты жылқы. Бұл фотода алманы иіскеп мәз болып жеуге дайындалып тұр. Бірақ ойбу, алмасы жерге түсіп кетті. Түрін қарасаңыздаршы. Жылқының егесі осы суреттерді интернетке салғанда прикинь 300 000 лайк жинаған екен. Ертесіне бәрі жақсы, уайымдамаңыздар, Stormy алманы жеп алған деп осы суретті салды. Жылқы бұлай мәз болып или мұңая алады деп кім ойлаған, Әсіресе зоопаркке барсақ, жануарларға тамақ бергіміз келіп тұрады, Олар любой нәрсені жей бермейді, бірақ сонда да қызық. Мысалы, мына мышықтың аты Наполеон. Өмірінде бірінші рет мороженое жеп көріп, сразу өкініп қалды. Миы мұз қатып қалған ғой, бейшара. В общем, біз де бірден мұздай жесек, тура миымыз мұз қатып жатқандай сезім болады ғой, дұрыс па? Мышықтарда да сондай екен. Біз сезгенді олар да сезе алады. Сомен басында ойбай деп таң қалып алды да, бірақ ұнап қалды дейм, ары қарай жеуін жалғастырып кетті. Так, үйлеріңізде қандай жануар бар, или қайсын асырағыңыз келетін еді? Ит па, мышық па? Комментарийде жаза кетіңіздер, ал мен жалғастыра берейін. Итті де, мышықты да үйдің ішінде өздерін қалдырып кетуге болмайды деп жатады, өйткені үйдің быт-шытын шығарып жібереді. Бірақ тасбақа ше, андай жай жүрісімен не білдіре алады ол? А вот и жоқ. Мына тасбақаға қараңыздар. Егесі үйге келсе, тасбақа аударылып жатыр екен. Басында дым түсінбеді, не болған мұнда деп. Так, түсіндіріп берейін. Мына қоңыр біртүрлі нәрсені көріп тұрсыздар ма? Бұл тасбақаның үлкен дәреті. Ал жан жағындағы домалақы дақтар, ол да сол үлкен дәреттің іздері. В общем, типа тасбақа тұшып болған соң, ол аяғына жабысып қалады да, тасбақа айбей деп аяғын тазаламақшы болып, ары бері жүріп жатқанда аударылып қалады. Кейін оның егесі келіп қалады. Байғұс тасбақаның күні неудачный өтіпті. Бұрын қандай болғанын білмеймін, бірақ қазір көбінесе мышықтар тек өздеріне арналған арнайы корымдарды жейді. Сонда да біз жейтін тамақты беріп тұратындар да бар. Бірақ мына мышық қандай адамдар жейтін тамақты көрсе болды, құсқысы келіп тұрады. Именно біздердің жейтін тамақтарымыз оған ұнамайды екен. Қытайлардың тамағы, жоқ. Мүмкін пицца, точно жоқ. Мүмкін бургер ұнайтын шығар. Вообще жоқ. Суши ше онда, ол да ұнамайды екен. Бұл негізі ауру болуы да мүмкін. Инфекция или асқазанның ауруы дегендей. Бірақ бұл мышықта точно барлығы жақсы деп ойлаймын. Оған просто шынымен адамдар жейтін тамақ ұнамайды, и все. Біртүрлі, Мышық, папугайдан бөлек үйінде хомяк асырайтындар да көп. Ой, бірақ хомяктардың сүйкімді түрлеріне сеніп қалмаңыздар. Жуас екен деп. Просто елестетіңіздер, наконец кино көрем деп телевизордың алдына вкусняшкаңызды әкеп алып, отырып ыдысқа қолыңызды салғаныңыз солайды. Ішінде ештеңе жоқ, ал бар сушнякты жеп қойған сіздің хомягыңыз. Аузына попкорнды прям толтырып алған ғой, қарасаңыздаршы.
Итті далада емес, именно үйде асыраған кезде оны тап-таза қылып ұстау керек. Олар түгілі біз де көп шомылмасақ сасып кетеміз ғой. Иттерді негізінде айына кемінде бір рет шомылдыру керек екен. Алайда шомылдырып жатып, не қолданып жатқандарыңызға абайлаңыздар. Әйтпесе иттеріңіздің түрі мынандай болып қалады. Жаным-ау. Бұл иттің егесі шампунның орнына шашқа арналған көк түсті краскамен жуып жіберген екен. Түріне қарасаңыздаршы, бейшара өзінің біртүрлі көрініп тұрғанын біліп те тұрған жоқ қой. Азанда былай әбіржіп быт-шыт болып тұратын біз ғана емес екенбіз. Мына чихуахуа ма не өзі, в общем, ұйқысынан енді тұрған кезі. Бұндай иттердің жүндері тез өсіп, үйші қартайған сайын жүнін алып тұруға болмайды екен. Сөйтіп амал жоқ осылай жалбырап жүру керек болады. Егер итімнің де менің де түрім бұндай болғанын қаламаймын десеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Қане тез, а то осындай болып қаласыздар. Белкаларды да мультиктерде или кинода да бізге сүйкімді қылып көрсетеді, иә, бірақ шын өмірде олар әжептәуір бұзық негізі. Күнде қаншама адамдарды шошытып қашырып жүреді. Мысалы, мына видео. Хитрая белка құстарға арналған тамақты ұрлап жемекші болды. Бірақ бұлай аттракцион болып кететінін күтпеді точно. Қатты секіріп қойды ғой, сол үшінде тоқтай алмай айналып жатыр. Бірінші рет көргенде күле беріп өлдім ғой. Жеңілмейді ғой, еще қолын жібермейді. Ақыры айналып жерге түсіп кетеді. Қазір белканың еш жері сынбаған, жағдайы жақсы деп ойлаймын. Иттер ойнап бір заттың артынан қалмай қуалағанды жақсы көреді. Кейбір иттерді арнайы кішкентай жануарлардың артынан қуалау үшін үйретеді екен. Мысалы, қоян, тышқан дегендей. Бірақ бір жануарға вообще тиіспей-ақ қойған дұрыс. И ол жануар кірпі. Әйтпесе кірпіні ұстаған иттің түрі осындай болып тұрады. Көзге онша көрінбегенмен негізі кірпілер біздің арамызда көп жүреді, әсіресе түнде. Ауылға үйіме барғанда мен де көп байқап тұрамын кірпілерді. Тікендері бізге мультикте көрсеткенде атылмаса да, бірақ олар қорқып тұрғанда тікендері қатайып тұрып кетеді. Сол үшін де бізге күлкілі көрінгенімен иттер үшін әжептәуір қауіпті. Мына ит қой вообще, ойбой. Негізі иттер тура бөпелер сияқты. Олар да кішкентайлар сияқты әрдеңені білдіріп жүреді. Енді ойлап көріңіздер, осындай аппақ иттеріңіз бар. Енді ғана оны тазалап шомылдырып жүнін алып болдыңыздар. Ал итіңіз болса сыртқа шыға салып жап-жасыл газонға барып құлап секіріп ойнай бастайды. Кейін алдыңызға осындай болып келеді. Ойла, газонда ойнап емес, тура жасыл краскаға шомылғандай көрініп тұр ғой, иә. Мә, қалай тазалайтынын айтсаңыздаршы енді, ужас. Рататуйдағы Реми, сенсің ба? Сонда сен шын өмірде барсың ба? Неужели ұсталып қалдың? Қалай мына тышқан бұлай шығып алған, или жасанды интеллекттің жасаған фотосы ма? Түрі әттең ұсталып қалдым, енді не істеймін деп тұр ғой. Барлық иттер ұйықтап и ойнағанды жақсы көреді. Ну как же тамақ жеуді айтпайын, иә. Сонда да көп деген тамақтарды оларға жеуге болмайды. Мысалы, шоколад, пияз, жүзім и араларды. Не? Араларды дедім ба? Мына байғұс ит араларға тиісуге болмайтынын білмеген ғой. Байқамай мұрнын аралардың ұясына тығып алып еді и, конечно, оны жан-жақтан аралар шағып тастаған. Түрі мына пілге ұқсап тұр ма, иә? Өлә, түрін-ай, жаным-ау, қатты ауырып тұрған шығар. Ауызға ара кіріп кету деген сұмдық қой. Бұдан басқа мысалы мына итті де ара шағып алған. Жылайын деп тұр ғой. Мына маймыл автоматтан напитокты тиынын салып өзі алып жатыр, прикинь. Мәссаған бұтына памперс киіп алып істеп жатқанын қараңыздар. Автоматтан напитокты алуды біледі, бірақ бұтына сиіп тұшпауды білмейді екен. Маймылдардың ақылды екенін білген, бірақ прям бұндай деп ойламаппын. Қарсы алыңыздар, унитазда отырып үйренген мышық. Егелерінің туалетте отырған жаман көп көрген болып тұр ғой, примерно, иә. Адамдар маймылдардан тараған деген теорияға мүлдем сенбейтін едім, бірақ мына видеоны көріп ойланып қалғансың ғой. Маймыл кәдімгідей сыпырып тазалап жүр.
егер маған біреу осы видеоны көрсетіп, Диана адам маймылдың киімін киіп алып сыпырып жүр десе, сенетін едім. Шынымен адам сияқты жүр ғой. Не ғой мектептерге маймылдарды уборщик қылып ала берсек болады ғой дейм. Тағы біреуі мына жігіттің киімін ұнатып қалып, шешіп алып жатыр. Help him. Help him. Take it off. Oh, you might put your coat on, bro. Yo, it's gone. Gonna put it on, bro? He's not gonna put it on. Bro, he's gonna put it on, bro. He's not gonna put it on. Nah! Yo, they're humans. Ехе, киіп алады ғой еще. Лайк басып каналыма тіркеліп алдыңыздар ма? А то мына мышық келіп шипах етеді. Ну что, жануарлар жайлы басқаша ролигім сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ал сіздермен болған Диана Кю. Келесі роликте кездескенше.